Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге pddtest.kz, оның жүргізушісі Адлет Жүнісов. Бүгінгі тақырыпта бізде басымдылық белгілері. Алдыңғы тақырыпта біз ескерту белгілерін өткенбіз. Егер де көргілеріңіз келсе, онда осы жерге басылуларыңызға болады. Ең бастысы басымдылық белгілері дегеніміз не? Ол бізде қиылыста, тар жолда қандай кезекпен жүретіндеріңізді көрсетеді. Бірінші белгіміз басты жол. Басты жол деген белгіміз міне сыртқы пішіні осындай. Егер де сізде бұл белгі орнатылса, бұл белгі негізі жолдың оң жағында қиылыста орнатылады. Қиылыстың бұрышында. Сонда сіз басымды болып бұл қиылыстан өтесіз. Екінші белгіге көшейік, жол беріңіз. Міне сыртқы пішіні осындай, үшбұрышты. Егер де сізде осы белгі пайда болса, басты жолдағы көліктерге барлығына жол беріп қана жүруіңізге рұқсат болады. Басты жолдың аяқталуы. Бұл белгі сіздерге басты жол аяқталғанын ақпарат етеді. Екінші дәрежелі жолмен жанасу. Бұл белгіде негізі басты жол болып келеді, бірақ ол қиылыста емес, қиылыстан әрі орнатылады. Елді мекенде 50-100 метрде, елді мекен тыс жерде 150-300 метрде сіздерге ақпарат береді, сіздікі басты жол екенін. Мысалы, сары белгіміз ол қиылыстың бұрышында орнатылса, осы үшбұрышты белгіміз ол алдын ала сіздерге ақпарат береді, сіздікі басты жол екеніңіз. Екінші дәрежелі жолмен жанасу. Бұл белгілерде сіздерге алдын ала ақпарат береді, сіздікі басты жол екенін, бірақ қиылыстың сыртқы пішініне байланысты осындай белгі орнатылады. Аялдамай жүруге тыйым салынады. Бұл белгіміз көбінесе барлықтарыңыз білесіздер, темір жол өтпесінде тұрады, және де қауіпті қиылыстарда орнатылады. Бұл белгі жол беріңіз деген белгімен ұқсас. Айырмашылығы, мысалы үшбұрышты белгімізде біз басты жолда көлік болмаса, онда тоқтамай жүруімізге болады. Аялдамай жүруге тыйым салынатын белгіде сіздер міндетті боласыз. Аялдауға, жан-жақтарыңызға қарайсыздар, көлік болмаған жағдайда ғана жүруіңізге рұқсат. Бізде қиылыста емес, тар жолда бізде екі белгі орнатылады. Сол белгілер бізге басымдылықты көрсетеді. Қарсы жүру алдындағы басымдылық, қарсы жүру басымдылығы. Осы екі белгіміз, мысалы, көк белгі болса, сіз басымды болып өтесіз тар жолда. Қызыл белгі болса, онда сіз қарама-қарсы көлікке жол беру тиіссіз. Тестте келетін сұрақ, қай белгіміз қиылыста басымдылық береді? Басты сөзін қараңыздар. Қиылыста деп тұр, көрдіңіздер ме? Қиылыста бізде басты жол деген белгі береді. Және де мынау үш белгіміз басты жолды бізге алдын ала ақпарат береді. Біздікі басты жол екенін. Және де көбісі шатасады, міне мынау белгіміз де біздікі басты жол деп. Бірақ ол белгіміз бізде тар жолда ғана басымдылыққа ие. Екінші дәрежелі жолда сіздер қай жерде аялдауға тиіссіздер? Ең бастысы, белгі орнатылса, жол белгісі, онда қиылыстың бұрышына барып тоқтайсыздар. Егер де тоқта сызығы орнатылса, онда тоқта сызығының бойымен аялдайсыздар. Басты жолға келсек, бізде қиылыста басты жолдың белгісі орнатылса, онда басты жол тура бағытта болып саналады. Бірақ осындай белгі орнатылуы мүмкін, басты жолдың бағытын көрсетеді. Ол қосымша ақпараттық белгі, осы қарамен сызылған жері бізде басты жолдың бағыты. Сіздермен бірге болған pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жүнісов. Қазақ тілінде жол жүріс ережесін дамытайық.